Баршаңызға сәлем достар, сіздерге бүгін үй жағдайында майонезді қалай жасауға болатындығын көрсететін боламын. Осы майонезді жасап үйренгелі магазиннен мүлдем сатып алмайтын болдым, себебі дәмі сондай керемет, балаларға да беруге болады. Ең алдымен өсімдік майын, сұйық майымызды 200 мл қылып құйып аламыз, содан кейін бір дана жұмыртқамызды салатын боламыз. Мінекей жұмыртқамызды салғаннан кейін татымыңызға қарай тұзыңызды саласыз, содан кейін лимон сығындысын қосатын боласыз. Кем дегенде 1 шай қасық көлемінде болуы қажет. Мінекей лимонымызды сығып болғаннан кейін ендігі кезек горчицаға келеді. 1 шай қасық көлемі жарайды. Соны салып, барлығын блендердің көмегімен араластыратын боламыз. Бар болғаны осы достар, мінекей 2 минуттың ішінде үй жағдайындағы өте дәмді қою майонезіміз дайын болады. Түрлі тағамдардың қасына ұсынып, әрбір асыңыздың дәмін келтірсеңіз болады. Видеомды соңына дейін көріп қарағаныңызға алғысымды айтамын.